Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Сымбат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі түсіретін видеом менің блокноттарыма обзор деп атадым. Бұндай видеомен түсіремін деп ойламадым, бірақ көбісі менен сұрады. Және мен бүгін сол видеоны түсірейін деп тұрмын, достар. Сондықтан да бүгінгі сіздерден поддержка, лайк, комментарий күтемін. Менде видео өте көп шықпай кетті, арнамда, сондықтан да актив түспеді деп айтамын. Түспейді деп ойладым, сондықтан осы видео көбірек просмотр жинап кетіңіздер. Біз видеоны бастаймыз. Сіздерге блокноттармен таныстырайын. Менің блокноттарым осындай жерлерде тұрады. Қазірге барлығын алып көрсетемін. Қазіргі толтырып жүрген блокнотым, баяғыда толтырған блокнотым. Это уже кәдімгідей личный дневник. Мынау бумажный сюрприздердің блокноты. Мынаны до конца толтырған жоқпын. Мынаны то же самое. Айтсам сенбейтін шығарсыз. Бірақ осының жартысын, даже бәрін десем де болады, маған тәтем сыйлады. Классно. Менің туысқан тәтем, то есть мен оны няня деп айтамын. Білмеймін неге екенін үйреніп қалғанмын. Мынаны менің 13 жасқа толғанда берген туған күніме. 13 жаста толған туған күніме. Бұның үшін көрсеңіздер, сіздер в шоке боласыздар, потому что бір жағынан в шоке, бір жағынан мен жыным келетін нәрсе ол. Мына жаққа және де басқа жақтарға інім сызып тастаған. Ну, жалпы мен сіздерге қазір сызылмаған әдемі беттерін көрсетемін. Біз осылай ашқанда, мынаның ішінде, кстати, достар, барлығы өзі жазылған. Тек өзің план құрып, заданиялар орындайсың. Мына бетінде не, что нужно сделать, то есть цель, яғни план десе де болады, сондай жазамыз. Заметка мне. Ал мына жақта әртүрлі қараңыздар, мына жағына қарап отырыңыздар. Әртүрлі заданиялар, задачкалар, әртүрлі қызықты ойындар десе де болады. Вот, көрдіңіздер ме? Міне осындай задание. Жалпы айтқанда задание десе де болады бір жағынан. Вот. И мынанда мен көріп тұрғандарыңыздай орысша, бірақ әрине орысша түсінемін. Міне, какие на сегодня планы? Нарисуй. Нарисуй дейді. Надо, хочу. Міне, осылай. Көрдіңіздер ма? Я все могу. Мына что бәрін жазасыздар. На бетінде бәрі бірдей. Вот, қазір фокусты қосайын. Вот. Осындай бұны көрсетпей қояйын, себебі ішінде өте көп көрсететіндер. Ұзақ болып кетеді, өте ұзақ. Мынау менде міне, осыншама пландар жазған баяғыда. Міне. Мына жақта менің уже бөлек нәрсе. Мына жақта уже жасағаным. Мына жақта уже мен сызғаным. Мына жақта көрінбейді деп ойлағанмын, қарамен. Жоқ, қайдағы. Көріп. Мудрая фраза дейді. Мудрая фраза неге білмеймін. Мына жақта қанша стакан немесе литр түшкенді бояйсың. Міне, мен әр неде ішкен сайын бояп отыратын ұмытпай. Міне, мое настроение. Осы жаққа бояп саласың мордочкасын. Вот, сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Міне, убрать свою комнату. Цель на сегодня. Мынау, міне, нарисуй, что лежит у тебя на полу. Менде аяқ тапочки жатты, осындай домашний тапочки. Топ и кішкентай бір ойыншықтар. Сөйтіп әйтеуір. Цель на сегодня бисерден жүзгірсі. Мынау нарисуй, что висит у тебя на потолке. Мен потолкымда ешнәрсе не висит, штор висит. Вот осындай күшті бір өте қызық блокнот. Мен осыны сіңіріме берейін деп отырмын енді. Әдемі емес беттерін жоқ ше. Ал мынаны менде 14... Жоқ, достар, мынаны 12 жасыма толғанда берді. 12 жасыма толғанда. Ал мынаны вот 13 жасыма толғанда берді. Да, я помню. Себебі 14 жасыма толғанда маған басқа бір нәрсе берді. Но я нақты не помню. Вот. Осы дневник симпатия отырмын тағыным. Мына менде осындай бірінші беті свой дневник мой закрыл. Мына мой аккаунт осындай кету. Мына жақта міне осындай цветтермен селген.
мына жақта это секрет дейді. Сіздерге көрсетпей ашып көрейін, себебі мен даже ұмытып қалдым не жазғанымды, не жазып не қойғанымды. Қазір ашып көремін. Все понятно. Ну, конечно, это не ваше дело. Мына жақта о себе. Вот мен туралы мәліметтер. Өмірбаяным десіне. Моя диаграмма ше, шахматы бекерге салынба деп отырмын. Как ты Вот дальше. Менде 5 стран, которые я хочу посетить. Мен баратын страндар. Вот. Барғым келетін. Китаянка, но и скотпен китаянка вот такая вот. Такая прикольная. Но ертеңгі пландар. Не. Мынаны өшіп тастадым. Сондықтан мен көрмедім, потому что вот осылай. Өзіңіз оқып көрсеңіздер болады. Так, мына бетке жеткен жоқпын. Просто не болды да. Но менде подготовка мынаның жартысын алдым, жартысын алмадым. Көп алмадым негізі осы жылы. Но сабаққа дейін өзгеру дейтін бет. Оқысаңыздар болады, енді өзіңіз мен сіздерге ұзақ айтып тұрмын. Мотивация, өзіңе сеніп білу, сен мықтысың. Және мына жақта бір сөздер, менің урочка қолмен жазған. Планыңызды завтра, яғни 25-ші қыркүйектің алдындағы қандай еді? 26. Школа. Ойбай. Вот. Вот. Ну, жасыратын ешнәрсе жоқ деп ойлаймын. Мынау менде пландарым тоже. Таңғы ритуал. Мынау мен пландарым. Мынау ритуал. Вот. Ол кезде мен кәдімгідей эстетикс girl. Прям андай болғам да. My study with me болғам. Мына кезде выход из зоны комфорта. Сказать комплимент себе утром. Бұны істегенмін. Мына арды вообще ұмытып кетіппін. Сондықтан осы күнделікті мен қолыма алайын деп отырмын. Қазіргі менікі мынау. Онша ұнамайды. Сондықтан да мынаны қолданайын деп отырмын мен. Давайте енді мынау. Мына енді мен сіздерге көрсетпей қойғым келеді. Себебі ішінде өте ужасно. Коротко о том, как выглядят мои все блокноты десеня. Вот, мына жақта. Не надо, блин. Ужас. Мына жақта енді өзіңіз біліп тұра жүрсіз, не туралы екенше. Ой. Не. Мына артына дейін қарасаңыздар болады. До конца қараңыздар. До конца ғой. Қараңдар. Осының бәрін мен еңбектеніп жасадым. Пайда жоқ болды. Так, келесі менде осындай блокнот, жылтырақ. Бұның бетінде менде не болды? Мынаның бетінде тоже бір бәле болды, мен алып тастадым. Мынаның бетінде тоже бір жылтырақ, андай жидкий бір бәле. Жылтырақтар болды, жидкий өйстіп қимылдайтын ше. Мен сол қабыммен бірге шешіп тастадым, себебі өзім үйіме сасып жүрді. Мынау менде вот. Кішкене толмаған артынан, но менде бұл точно нағыз ежедневный, потому что бұның ой, ішінде, конечно, бұған сюрприздер бар көбінесе, но бірақ ішінде андайлар бар. Қараңыздар шынымен енді. Вау, десем. Но негізі шын десем, анда мынаған жоқ, себебі дешевый бір шоколад. Неге арзан десек, мұнда чек, вот. Чек цветофор деген магазин көп баратын, себебі ол жақта көбісі арзан және өте ерекше заттар сататын да, ол жақта ерекше заттар сататын. Это что, мындай әріп, мен осындай сақтаған жақсы көретінімді білмеймін не екенінше. Чипсы сондай жеген сайын ете салған. Вот и так далее. Но что, блин, это что, далеко что ли? Вот. Көрсетпей қойын, себебі бұл скучный, ішінде көбінесе бәрі сюрприздер. Мынау менде алдыңғы жылғы блокнотым, то есть осыны мен алдым жолы еттім. Ішінен көбісін жыртсадым, көріп тұрғанымдай. Себебі ішінде өте көп андай керек емес заттар болды. Мынау менде тоже осындай бірінші беттім. Міне, начало
21 год, 21 жыл. Вот наурыз, ойбай, март па? Қандай еді сол? Закрой быстро мой дневник. Автор мои секреты и так далее. Вот мына жақта добро пожаловать ютубтың суреті. Дальше мына жақта осындай сүйкімді сурет, осындай әдемі қыз. Oh, how beautiful I am. Осындай әдемі тұрған типа. Мына жақта урок рисования. Мен короче солай түсінді деп ойлаймын. Мына бізде раскраскамен сіңірме жасап бердім. Мына сурет салып бердім. Мына менде water tracker. Осында көп бетімді жырттым, көрдіңіздер ма? Себебі керек емес, это өте көп болды. Мне water tracker көргім келмеді. Дальше менде осындай скрапбукинг уже басталды. Розовый түсті. Скрапбукинг, мына уже тоже мне раскрась. Бұл тоже менде сіңірме жасап берген, мына сіңірім бояды. Мына тоже раскраска. Мына уже Хэллоуинға. Хэллоуин атап өтпесек те, бәрібір салым қоймай. Мына конкурстікі. Мына десембер мне осындай қызық заттар істеген бұл жаққа. Мына жақта сурет салым деп еткен, қисық болып шықты, сонымен жасамадым. 369 метод. Мен жаңа телефон алып келеді. Сонымен алдым мен. Орындалды күшті. Вот, Нутелла мен необычный, то есть біз түрлі түстандады, көзіме жұмып, осындай түстер түсті. Мен осындай Нутелла салдым, короче. Ойбай, қысқа. Көрсете алмайды. О май гад. Почему я показываю? Мынау өте жаман шықты, себебі артындағы бояу. О май гад. Менің арманым жаңа телефон, 2 қабатты үй, көлік алу. Көлік алдық, достар. Жаңа телефон алдық. 2 қабатты үй алған жоқпыз әлі, себебі біз жаңадан енді сатып алып емес, бір айтадық. Мынау менде family, яғни father and mother, I love you деген ғой, короче. Вот менің келесісі мой один день. Қазір күтіңіздер. Ой, бұны тоже оқымай қойыңыздар, себебі бұл личный зат. Но, о май. Это что? Мне очень интересно. Откроешь, увидел, ха-ха. Қазір письмо не открывать до 20 июль дейді. 20 июль өткен, мына 2021 жылғы жасалған болашақ хат. О май гад. Давайте посмотрим. Так, өте қызық маған. Так, оқимын. Это же до и после. Вот, до и после. Мне осы ғой, қараңыздар, до и после бәсемен бір секретный. Жаңа телефон алу. До. Мен бұл кезде мен телефоным болмаған, достар. Бұл кезде менің телефон болмаған, себебі телефоным сынып қалды. И мен сол кезде папамның и мамамның соткасын кезек ұстаған. Короче, қазір белгілейміз. Давайте. Так, мне жаңа телефон алу. После, да. Так, ворота о май гад, жасалды, прикиньте. Күнделік аяқтау. Мына күнделікті мен аяқтадым. Бөлмемнің үлкеюі жоқ. Телефонымның жөнделуі. Мне көрдіңіз ме, телефон жөнделу. Телефонымды жөндеп, мен телефонымды ініме бердім. Ал өзіме новый телефон алдым. Вот солай. Это очень классно, солай жасап қойсаңыздар, прям целдарыңызға жеткенін көресіздер. Вот. Кәдімгідей қуанып қаласың, мен кәдімгідей қуанып тұрмын ше. Ол менде диаграмма счастья. Вот. Достар, келесі бетке көшейік. Мына келесі беттерде уже сурет салып басталды. Ой, мына менде история в школе. О май гад. Болды. Это тоже личные. Мына мен типа закат салайын дегем. Өте күшті салдым. Маған ұнады. Это тоже, нормально. Нормально. Это типа образ такой создавали, стиль. Это тоже такой стиль, типа... Ты чё, блин? Ужас какой-то.
суреттер. Мен сурет салатын қанша суретін как қазір қойдым. Вот, осындай бір қызықты блокноттарым бар менің. Мынау қазіргі блокноттың ішінде лишний заттар жоқ. Бұның ішінде қазіргі, то есть менің трекер, салатын заттарым. Мынау менде. Бұл менде ежедневник десем де болады негізі бір жағынан ше. Ой, мына қабын салып тастайын. Қапсыз біртүрлі болатын, қаптап қойдым. Это что за мусор? Так, это тоже такой человечек, китаянка. Мынау менде қазіргі сымбаттың күнделігі, және мен мына жаққа жазып қойдым, наклейка жабысып. Ой, ашайық. Қабын кигізгенмін ғой. Мына жақта менде трекер настроение, сіздер білетін шығарсыздар. Міне, егер де мен күнім жақсы өтіп жатса, радостное счастье, спокойствие, ал жаман өтіп жатса, грусть, злость, раздражение. Вот, келесі бет. Менде наклейкалар. Өте көп наклейка мына жақта. Қазір мен сіздерге біреуін жабыстырып көрсетемін. Мысалға, мынаны алайық, мына ішінде негізі өте көп бар. Мемдар, міне мынандай мемдар, сондайлар бар. Негізі шынымды айтсам көп. Просто мына артына бар, кішкентай бар. Вот, солай. Көрінбей тұр просто. Қазір бір бетін жабыстырып көремін осы. Бірінде жаңа жылдық бет тауып алайын. Мен недавно жаңа жылдық бет жасағанмын. Көп бет көп, мына жақтамын. Сіздерге ашып көрсетемін. Негізі кейбіреулерінде ашылатыны бар, то есть мынандай ашылып өйстіп ала салатыны. Вот. Мен где-то мына жаққа жабыстырамын. Вот осылай шығады, в принципе. Келесі беттерін енді көрсете берейін сіздерге, уақыт созбай. Мына жақта бізде чек. Мен білесіздер, чек тоже екенін жақсы көремін. Вот келесі бет бұл бізде water tracker тоже. Қанша трусочкіндерін жазасын, мен уже бітіріп тастадым. Менде узнай меня. Мына блокнотты маған сыныптасым берді. Менің туған күніме 14 жасқа толғанда. Мынау плейлист мен жақсы көретін өлеңдер. Үш өлеңнің бәрі. Мына жақта қараша айының календарі беті десе де болады. Келесі бет бұл бізде TikTok трекер. Мен TikTok'та негізі 600 подписчикке жеттім. Қазір бояйын, TikTokқа салам бояғанымда. Келесі бет менің армандарым. Әлі орталған жоқ әлі. Погода на неделю. Осындай алдын жоқ погоданікі. Алдын жоғы аптаныкі. Спорт деген бар бет. Не очень шықты енді. Трекер на 30 дней без сладкого. 30 дней без сладкого. Егер де мен обойтись етсем бір күн без сладкий жасыл түспен, егер де шыдамасам жасыл түспен. Хранителді, бұл тоже өмірбаян сияқты. Баладың тек страх менен неден қатты ойқатын көрініп тұр. Мына жақта мне көрсеңіз болады. Дальше менде осторожно злая хозяйка деген бет. Келесі бет менде дневник деген бет. Одеялка деген бет. В принципе, осындай мне. Так, келесі бет кино на Новый год. Осындай не очень шықты бірақ. Бұл тоже осындай трекер. Бұны бүгіннен бастауым керек негізі. Қазір бояп тастау керек, TikTokқа түсіріп. TikTok'ыма описаниеда белгілі болады. Бұл habit tracker, бұны тоже бүгін бастауым керек. Қанша уақытты көңіл бөлдім, сонда жазамын. Бүгін негіз шынымды айтсам, мен ұйқыға көп көңіл бөлдім, себебі 3 сағат ұйықтадым. Mood tracker. Бұны уже бұны бірақ мен бүгін емес, жаңа жылда бастаймын. Жаңа жылда. То есть, ойбай, жаңа жылдың қыста, декабрьда бастаймын. Мына менде ұйқы трекерім. Бұл біздің тегесі трекер емес, просто естіп жазған мен уақыттарымен тұратын. Осылай. Саңыздар болады, идея алсаңыздар болады. Келесі беті жоқ, сондықтан осы пунктті бітіруге азғантай ғана қалды. И мен мынандай блокнотымды бастаймын сіздерге айтқандай. Мына блокнотым өте әдемі, негізі қарап тұрсаңдар. Вот. Осындай менің блокноттарым
аяқталды. Менің осыншама блокноттарыммен обзор түсірдім. Осымен видеом аяқталды. Бұл видеоны міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Мен сіздерге тырысып 20 минуттық видео түсірдім. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Менің еңбегімді бағалап, мені қолдап кетіңіздер.